мұқағали ақын қатын деген сөздің мағынасын қалай түсіндіріп берген екен тыңдай отырыңыздар. Бірде Мұқағали қатты қызу көшеде такси ұстап тұрса, қасына бір такси келіп тоқтаған екен. Сонда Мұқағали: шопыр бала, машинаңда орын бар ма отырғанға десе, рульде отырған сол кездегі ең алғашқы таксист әйел екен. Мен саған бала емеспін депті. Сонда Мұқағали тағы да: шопырғыз, онда мені машинаңа отырғыз депті. Әйел тағы да: мен саған қыз емеспін депті. Мұқағали әйелдің бетіне қарап: шопыр қатын, мәшинеңде орын бар ма отыратын депті. Ашуға булыққан әйел: немене, келіншек десең тіліңе жара шыға ма, қатын деп қаңқылдамай десей. Ей қалқам, қатын деген сөздің түп төркінін түсінбеген жан екенсің. Қатын деген қасиетті 5 әріптен құралған. Қ дегенім қадірлім, А дегенім ардақтым, Т дегенім тынысым, Ы дегенім ырысым, Н дегенім намысым деген екен. Отырыңыз аға, ендігі жерде қатын болып жүре берейін деген екен.